Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Мен мұның рас екеніне қалай сенімді бола аламын? Сен не туралы айтып тұрсың? Иса туралы. Оның шынымен Құдай ұлы екенін қалай дәлелдей аласың? Ал сен Сара екеніңді қалай дәлелдей аласың? Мен жеке куәлігімді көрсете аламын. Исаның куәлігі болмағаны өте өкінішті. Неге болмады? Мен саған Исаның 5 куәлігін көрсете аламын. Шынымен бе? Оның 5 жеке куәлігі болды ма? Иса Құдайдан өзінің алғашқы куәлігін алды. Ол шомылдыру рәсімінен өткен кезде көктен бір дауыс естілді. Бұл менің сүйікті ұлым, оған сеніңдер. Екінші куәлік – киелі кітап. Құдай ұлы туралы барлық пайғамбарлық сөздер 100% орындалды. Иса уәде етілген Құдайдың ұлы. Құдай ұлының үшінші куәлігі – оның қайта тірілуі. Ол тірі. Оның тірі екеніне көптеген адамдар куәлік етті. Төртінші куәлікті оны жақыннан танитын адамдар табыс етті. Шынында да, ол Құдайдың ұлы. Тағы бір жеке куәлік қалды. Енді біз Кана деген қалаға барамыз. Сол жерде сен соңғы куәлікті көресің. Той болып, бүкіл ауыл қалыңдық пен күйеу жігітпен бірге 7 күн тойлады. Иса мен оның достары да шақырылды. Айтпақшы, Исаның достары оның Құдай ұлы екеніне әлі сенімді емес еді. Қонақтар қуанып, ән айтып, би билеп, ішіп жеді. Кенеттен шараптың біткені белгілі болды. Бүкіл үйде шарап қалмапты. Не деген ыңғайсыз жағдай? Бірінші болып мұны Мәриям байқады. Ол бұл туралы Исаға айтты, ал ол болса қызметшілерге былай деді. Ыдыстарды суға толтырыңдар. Олар құдықтан 600 литр су алып келді. Ал содан кейін Аздап алып, мейрам басқарушысына апарыңдар. Ол дәмін татып көрсін. мейрам басқарушысы бір жұтым ішіп алды да, күйеу жігітке қарай жүгірді. Мұндай шарапты қайдан алдыңдар? Мен өмірімде ешқашан бұдан дәмді ештеңе ішкен емеспін. Иса таза суды ең керемет шарапқа айналдырды. Бұл Иса жасаған алғашқы керемет болды. Кереметтер Исаның шынымен Құдай ұлы екеніне көз жеткізуге көмектеседі. Шәкірттері бұл кереметті көріп, Исаға сенді. Мен үшін Құдай ұлы туралы осы 5 куәлік жеткілікті. Мен оған сенемін. Ал сендер ше? Жақында кездескенше балалар. Менің атым Әлия.